Бәріне сәлем достар. Біз қазір логикалық амалдар тақырыбы бойынша есептер шығаратын боламыз. Бізде бірінші есептің берілгені ол f тең a дизъюнктір, одан кейін b конъюнктір и жақшаның ішінде b және қосылған a. Бізде бұл жерде бірінші амал бізде қосу, одан кейінгі амал бізде көбейту, жақшаның ішінде де бізде қосу. Енді осы есеп бойынша біз логикалық амалдарға байланысты схема құру керекпіз. Бірінші бізде а және б-ның мәндерін біліп алу керек. Берілген бойынша бізде а тең 1, б тең 0. Осы бойынша схема құрамыз. Кеттік. Бірінші 1, бұл бізде а болады. Одан кейін b тең 0 деп аламыз. Ол екеуі келеді. Бізде мына жерде қосу берілген. Яғни осылай блок сызып, ол екеуіне қосу амалын береміз. Яғни 1 мен 0-дің амалы ол бізде 1 болады. 1 мен 0-ді қоссақ 1. Одан кейін бізде бөлек жақшаның ішін осылай орындап аламыз. Ол бізде тағы да біріншісі 0 және 1. Ол екеуі келеді. Олар қосу амалы, тағы да бөлек қосу амалы. Ол екеуі келеді, тоже бір амал шығады. Екеуін қосқанда, одан кейін екеуіне общий жасалатын конъюнкция жүргіземіз. Конъюнкция белгісі бойынша осылай бізде амперсант белгісін қоямыз. Сөйтіп бізде екі жақтан келген пікірде бізде ақиқат болғандықтан екеуінің де мәні бірге тең болып, жауабы ақиқат болады. Яғни бізде x-тің мәні бірге тең болады. Кеттік, екінші есеп бар. Ол екінші есеп бізде f тең инвертор, одан кейін a көбейтілген b болады, одан кейін тағы көбейтілген жақшаның ішінде b мен a-ның қосындысы болады. Бұл жерде бізде a тең 0, b тең 1. Осы бойынша енді блок схема құруды бастайық. 1 мен 0-ді аламыз, екеуі келеді. Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. Біз көбейтіндіні аламыз, яғни бізде көбейтіндінің белгісі, ол бізде амперсант белгісін қоямыз. 0 мен 1-дің көбейтіндісі конъюнкция амалында бізде 0-ді береді. Одан кейін бұл амалды шығарып, қайтадан инверсия амалына береміз. Яғни осындай белгі қойсақ, ол бізде амал бірге өзгеріп шығады. Одан кейін бізде мына бір жақшаны, екінші жақшаны орындаймыз. Ол бізде тағы да 0 мен 1 кіреді. Ол екеуі қосылады. 0 мен 1-дің қосындысы болған жағдайда 1 шығады. Одан кейін біз бұны алып, бұлай ұзыннан келемізде екеуін конъюнкция амалымен жалғастырамыз. Амперсант белгісін қойсақ, екі жақта да ақиқат белгісі шықты. Яғни біздің жауабымыз 1 болады. Яғни бұл есептеуде бізде жауап 1 екен. Бізде үшінші есеп, ол f тең бізде терістелген a қосылған b және көбейтілген b деп тұр. Бұл жерде a тең 1, b тең 0. Бірінші кезекте бізде байқағанымыздай b өз-өзіне көбейтіліп тұр. Бұның өзін жеке бір амал және a-ның өзін бір жеке амал ретінде аламыз. Яғни бізде a тең 1-ге болса, біз бірінші оны инверсияға салып терістеп аламыз. Ол келіп, осылай терістеледі. Сол кезде немесе бұл сызақта осылай кіргізіп терістеп алуға болады. Осылай сол кезде ол амал бізге 0-ге тең болады. Ана жақта бұны көбейтіп аламыз, яғни b тең 0, мынақта да b тең 0. Екеуі келіп конъюнкция амалына түседі, яғни конъюнкция белгісін қойып, ол бізде бәрібір 0-ді береді. Енді екеуін қосу керек. Қосу амалын қоямыз, бірақ сонда да бізде жауап жалған болып шығады екен. Яғни бізде жауап 0. Одан кейін бізде төртінші есеп. Төртінші есеп бізде f тең a көбейтілген b қосылған жақшаның ішінде с қосылған b амалы. Бұл жерде бізде 3 айнымалы бар, сол бойынша есептейміз. a тең 1, b тең 0, с тең 1 деп берілген екен. Осы бойынша блок схема құратын боламыз. Бізде бірінші 1 мен 0-дің кірісі
Бұл жерде бірінші мына екі а мен б-ның конъюнкция амалын орындайық. Сол кезде бізде 0 шығады. Мына жақта тағы да с тең 1, б тең 0, екеуі кіріп қосу амалына түседі. Бұл жерде бізде 1 шығады. И екеуін қосамыз, тағы да осы қосу белгісін қоямыз. Сол кезде бізде жауап 1 болады. Яғни жауабымыз тең 1. X тең 1. Бізде жауап ақиқат. Бізде берілген екінші тапсырма бар. Ол бізде сұраған берілген схема бойынша құрылымдық формуланы құрыңдар деген. Мен қазір сіздерге құрылымдық формуланы көрсетіп қоямын. Сол бойынша біз формуланы жазатын боламыз. Бірінші бізде а мен б бізде конъюнкцияға түскен, яғни а және б. Одан кейін бөлек б не болған, инверсияға түскен. Одан кейін с да инверсияға түскен. Бірақ екеуі тоже конъюнкцияға түскен. Бұл екеуін бөлек жақшаға аламыз. Одан кейін а мен б тоже конъюнкцияға түсіп, яғни осы жақшамен бірге бізде қосындаға түскен. И осылай бізде формула шығады екен.